Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шәпиян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Біздер Рамазанға байланысты сұрақ жауап айдары және каналымыздың қонағы Сәуле Бақытжанқызы, Талгүл мешітінің ұстазы. Жалпы Сәуле ұстаз, бүгінгі қоятын сұрағымыз ол жүкті әйелдерге Рамазанда ораза ұстауға бола ма? Жалпы бұл рұқсат етілген бе? Бисмилля, жалпы Рамазанның кезінде жүкті әйел болсын, немесе емізулі әйел болсын, олар оразасын кейінге шегеріп, жаңағыдай қазасын өтеп беруіне рұқсат етіледі. Яғни ұстамай-ақ қоюына болады? Ұстамай-ақ қоюына рұқсат етіледі. Бірақ жаңағыдай егер ана құрсақтағы баласы зиян келмейтініне сенімді болып, жаңағыдай көзі жетіп тұрса, ұстауына болады әлбетте Рамазан оразасын. Сондай-ақ емізулі әйелде жаңағыдай өзінің денсаулығыма кері әсері жоқ, баламда әлсіздік байқалып жатқан жоқ, немесе жаңағыдай сүттің тартылып жатқан жоқ деген секілді байқаса, онда оразасын ұстай бергені жақсы. Жалпы әйел кісі өзінің ағзасынан хабардар ғой. Ол өзі біліп анықтай алады. Өзінің денсаулығына қарап, басында ұстап көру барысында ол бір-екі күн ішінде анықтай алады. Мен алып кете аламын ба, менде әлсіздіктер жоқ па деп, солай өзі шешім қабылдаса болады. Пайғамбарымыздан жеткен хадисте Алла тағала құлдарына, сапар шеккен құлдарына жаңағыдай намазды қысқартуына бұйырды да, ал баласын емізетін немесе жүкті әйелге, сондай-ақ жолаушы кісіге оразаны кейінге қалдыруды рұқсат етеді деген хадис бар. Осы хадиске сүйене отырып, әрбір құрсақтағы баласы бар ана және емізуші ана оразасын кейінге қалдыруына болады. Бұл жердегі мысалы көп әйелдер кейде түсінбей жатады. Яғни мен емізіп жүріп ұстамадым, болды, менің мойнымнан түсті деп ойлайды. Бірақ олай емес, негізінде емізіп жүріп, кейін баласын омыраудан шыққаннан кейін, жаңағы 30 күн болса 30 күнін, немесе қалғанның барлығын өтеу қажет, оның барлығын. Жүкті әйелде тура солай, түсінікті. Сіздер көкелеріңіздегі сұраққа жауап алдыңыздар деген ойдамыз. Егер тағы да сұрақ туындап жатса, осы видеоның астына комментарийде жазыңыздар. Төмендегі инстаграмымызға жазылып қойыңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.